Фильмнің басты кейіпкерінің бірі 22 жасар Дэвид қару сатумен айналысады. Осы саудамен жүріп, ісінің шебер болған соншалық бір көрген қаруының құны қанша екендігіне дейін айтып бере алады. Дэвид кезінде колледжден шығып кеткен екен. Оған қоса ата-анасымен де жанжалдасып қалды. Мінезінің ауыр екендігін 6 рет жұмыс ауыстырғаннан білеміз. Ал қазір небір бай адамдарға массаж жасап ақша тауып жүр. Алайда біреудің денесін уқалап ақша тапқанша, бизнес қылған абыройлы деп төсек жабдықтарын қарттар үйіне сата бастайды. Дэвидтің туыстарының бірі қаза тауып, ол жерлеу рәсіміне келді. Онда бала кезіндегі досын кезіктірді. Оның есімі Эфраим. Ол бұл жерге жақында келді. Мектеп бітірген соң көкесімен бірге Лос-Анджелеске тірлік істеуге барады. Онда қару сатумен айналысып, жақсы бизнес қылды. Бірақ барлығы мінсіз болмады. Көкесі ақша алған соң өзгеріп сала берді де, Эфраимді бір жерінен теуіп лақтырып кетеді. Ендігі өзі Майамиге қайта келіп, қару-жарақ бизнесін жүргізбек. Эфраимға Дэвид үнемі қызыға қарайтын. Ол өзіне сенімді, батыл жігіт. Дэвид сәтсіздікке ұрынып, бақыт келер күнді күтіп жүргенде, Эфраим қиындықтарға қарсы шығатын. Эфраиммен кезекті кездесуде, Дэвид өз көзімен оның іскерлік сөйлесуін көреді. Ол бірден Эфраимның қару сатумен айналыса бастағанын түсінді. Кейін арнайы осы қару-жарақ сату алаңына айналған сайтқа зер салды. Бұл сайтты Эфраим басқаша қолданатын. Барлық сатушылар қомақты тапсырыстарға жүгіргенде, ол майда-шүйде тапсырыстарды орындап, өз нанын табатын. Айтуынша майда шабақтарының өзінен ақша жасауға болады. Осы күндері Дэвидтің Иса атты қызы аяғы ауыр екендігін айтады. Отбасын асырау үшін Дэвидке ендігі жақсы ақша табуы керек. Ал Эфраим досы жақсы ұсыныс тастап отыр. Алайда Дэвид одан бас тартады. Өзінің соғыс пен қантөгісті жақтырмайтындығын алда тартты. Бірақ Эфраим көндіруді біледі екен. Осылайша ол Дэвидті өз қатарына қосты. Келесі күні Иске Дэвид ендігі жұмысын өзгертетінін айтады. Қару-жарақ сатамын деп ашық айтпаса да, төсекке арналған жабдықтарды қарияларға емес, ақш үкіметіне сатамын деп айтты. Осыдан соң Дэвид алда жасайтын жұмысына дайындала бастады. Барлық жерден қару-жарақ жайлы мәлімет іздеп, олардың бағасы, салмағы деген секілді ақпараттармен танысты. Дэвид интернетте жасырын, не ашық түрде қару-жарақ сату жолдарын ақтарып шықты. Қару-жарақ сату үшін керекті білімнің барлығын миларына қондырып болған соң, телефон тұтқасына жармасып көптеген тұтынушыларға өздерінің саудаларын ұсына бастады. Алайда көп жағдайда оларды қорқаулар деп атады. Бұл соғысқа қатыспай, бірақ соғысқа қару сатып пайда көретіндерге қойылатын есім еді. Екеуіне де бұл сөз ұнамаса да, жұмыстарын жалғастыра береді. Түнгі клубта екеуі отырғанда, Дэвид Анри Жерар атты адаммен байланысқандығын айтады. Эфраим оны естіп таңғалды. Түрлі өсектердің айтуынша, бұл Жерар өте танымал қару сатушы. Кейін бұларға ақш әскерінің капитанынан тапсырыс келді. Достар бөріктерін аспанға атып қуанады. Бұл жаңа деңгей. Бұл екеуі қомақты сумадан дәмеленіп қалды. Келесі күні УЗИда отырғанда, капитан Дэвидке Италиядан әкелінетін қарулар жаңа заң бойынша өте алмайтындығын жеткізеді. Дэвид үшін бұл мәселеге айналды. Эфраим болса мұны шешіп қойдым дейді. Айтуынша итальяндықтармен арасында дау жоқ екен. Келесі күні кешкісін барлығы Дэвидтің үйіне бас қосты. Жанына жайғасқан әйел Дэвидке Эфраимнан абайла деп көкесін тонағаны жайлы айтады. Дэвид бұл оқиғаның керісінше болғандығын алдыға тартады. Ал сол сәтте мұнда Эфраим келіп, Дэвидке қарудың келе алмай қалғандығын жеткізеді. Капитан да осы уақытта хабарласып, ашылу түрде тапсырыстарынан бас тартады. Бұл деген сөз ендігі бұлардың репутациясы құлап, ешкім тапсырыс бермейтін болады. Өздерінің кәсіптерін құлдыраудан алып шығу үшін екі дос Иорданияға сапар шегеді. Жергілікті мафиямен сөйлесіп, қолдарына ақша ұстатады. Көп болмай ертесіне бұларды есік алдына шақырады. Жүк көлігінде тола қару. Ал мафия адамдары екеуіне осы жүк көлігін 8000 км Ирак жеріне жеткізуді тапсырмақ. Дэвид өзі қорқақ болғандықтан бірден бас тартады. Алайда Эфраим Дэвидке қауіпсіздік тұрғысынан уәде беріп жолға шығады. Үшеуі көлік ішінде. Жүргізушінің айтуынша, тірі қалу көрсеткіші бұл аймақта 50-50. Дэвид одан сайын ойымға көшті. Түнгі жүріс кезінде оларды әскерилер тоқтатады. Шекара шебіндегі қарапайым тексеріс деп түсіндіреді. Рөлде отырған жігіттің аты Мальвара. Олар әрі-бері тұрып, әскерилермен келісіп, қару толы жүк көліктермен сапарларын жалғастырады. Түнгі уақыттан таңғы уақытқа ауғанша көлік ішінде ұйықтап кеткендер ішінен Дэвид оянды. Көзін ашып айналасына қарап, Мальвараның жоқтығын байқайды. Ал көлік бейтаныс бір бекет маңына тоқтаған. Дэвид сол бекеттің ішіне кіріп көрді. Айналасына зер салып жүріп, жерде шалқасынан құлап жатқан адамды байқайды. Шошынған ол дереу барып Эфраимды оятады. Көрген білгенін айтқанда, ол еш алаңдамай, бұл жақ атыс аймағы болғандықтан ондай болады дейді. Алайда алаңдауға себеп табылды. Көліктен қараса, жоталардан түскен екі қарулы көлік бұларға қарай келе жатыр екен. Эфраим тез арада көлік рөліне отырды.
Ал Мальвара көлік жүріп кетпестен бұрын артқы жүк салғышына мініп үлгерді. Бір көлік қару асынған бұлар қашу үстінде. Ал қарулы қарақшылар бірден газды басып бұларды қолай жөнеледі. Ефраимдардың серіктесі ақша әскерінің тікұшағы осы сәтте аспаннан пайда болып қарақшыларға қарсы шығады. Солай өлім аузынан Ефраим мен Дэвид құтылып үлгерді. Оған қоса тауарларын да капитанға сәтті жеткізді. Шыны керек, капитан бұларды қарумен көргенде қатты таң қалды. Өйткені өлім үшбұрышы деп аталатын бұл жерден кез келген адам өте қоймайды екен. Обалы не керек? Олар өз еңбектерінің жемісін көрді. Капитан Ефраим мен Дэвидке қомақты қаражат берді. Бұлар елге оралғанда атақтары аспанға жетіп, қару сату нарығына танылған екен. Оларға көптеген тапсырыстар мен ұсыныстар келіп жатты. Ал капитанмен жасаған жұмыстан соң байып кеткен екеуі бас-бастарына үй мен Порше көлігін сатып алды. Оған қоса компанияның да деңгейі өсті. Көптеп жұмысшылар тартыла бастады. Бір күні түнде Дэвид сайттан ақш Пентагонының үлкен сумадағы тапсырысын байқайды. Бұл көргенін Ефраиммен бөлісіп, екеуі алдарына осы тапсырысты орындауды мақсат етеді. Бұл тапсырыс Ауғанстан жерімен толықтай байланысты болғандықтан, осы маңайда тасымалдау жолдарын қарастыру керек еді. Осы себептен де Лас-Вегасқа арнайы барады. Онда өткен қару-жарақ сатылымында Ауғанстан арқылы сауданы ұйымдастырылатын ауқымды адамды іздейді. Ал қару-жарақ сатудың аңызына айналып кеткен Анри Жерар бұл кандидаттыққа дәлме-дәл еді. Дэвид пен Ефраим да келген бетпен осы қызбен кездесіп, келіссөз жүргізеді. Анри мырза Албаниядағы таныстарын алға тартып, ондағы қару-жарақтарын екеуіне ұсынады. Ефраим да ол кісімен келісті. Алайда алдымен Албанияға өздері барып, қарудың сапасы мен санына көз жеткіземіз деп шарт қояды. Анри де еш қарсылық танытпай, оларды өзімен бірге Албанияға алып келеді. Ондағы қаруларды тексеріп, оларды атып сынақтан өткізіп көреді. Осыдан соң Пентагонның тапсырысына ұсыныс тастауға болатын еді. Алдымен өтініштеріне Пентагон жауап берсін. Содан кейін барып құжат пен жүктің мәселесіне көшеміз дейді. Кейіннен Пентагон өтінімді мақұлдайды. Ал жігіттердің қуанышында шек жоқ. Ендігі олардың алдына өз компанияларының нәтижелерін құжат қылып тізіп, Пентагонның алдында соның барлығын әдемілеп ұсынып еді. Компанияларында есепші жоқ болғандықтан, құжаттың тірліктерін өздері атқарады. Еңбектерінің жемісін көре сәтте туды. Күткендеріндей, Пентагон олардың көрсеткіштеріне таң қалып, бірге жұмыс жасауға келісті. Ефраимның екі езуі екі құлағына жетті. Алдағы уақытта Албаниядағы жұмыстарына кететін Дэвид осы жайлы отбасына жеткізуге келді. Алайда ис әйелі келген беттен үйден кетемін деп жанжал шығарады. Өйткені күйеуі Иракқа жасаған қауіпті сапарында отбасына ескертпей өтірік айтып кеткен еді. Оған қоса ис үйде жасырылған ақшаны тауып алыпты. Жалпы айтқанда Дэвид әшкере болды. Ол тіпті әйелінің алдында ақтала алмай үні өшіп қалды. Ертесіне кеңсеге келген Ефраим досының алтыннан жасалған гранатаны сыйлайды. Түбінде менің ең жақын досым деп жазылып тұр екен. Дэвид бұл сыйлыққа риза болды. Албанияға сапарлайтын уақыт келді. Онда жүріп те Дэвид әйелімен байланысқа шығып көргісі келді. Бірақ мұнысынан түк те шықпады. Басындағы отбасы мәселесіне енді оқ-дәрі де қосылды. Тексеру нәтижесінде олардың Анриден алған оқ-дәрілері Қытайда жасалған болып шықты. Ал Пентагон талаптар бойынша оқ-дәрі Қытайда жасалмауы тиіс. Бұл бойынша Ефраимға Дэвид хабарласып айтты. Бұған дейін ол өз Анримен сөйлескен еді. Ефраим мен Анридің арасында болған әңгімеде Анри бұл екеуін оқ-дәріні дұрыстап тексермегендері үшін кінәлі деп айыптайды және өзінің бұл істе қатысы жоқтығын айтып, мен өз ісімді атқардым деп тұтқаны қояды. Таңертеңгі жүгірістен үйіне оралған Дэвидті басына келген ғаламат идеямен Ефраим күтіп алды. Айтуынша өздеріндегі қытайлық оқ-дәрілердің қораптары мен сыртындағы жапсырмаларын ауыстырып өзгерту арқылы Пентагонға өткізе аламыз дейді. Бұл идея тығырықтан жол табудың жалғыз амал болып көрінді. Сол себепті қаладағы Энвер атты қаптама жасайтын зауыты бар адаммен келіссөз басталды. Энвер өзінің қоймасында оқ-дәріні салуға болатын қораптың жететіндігін айтады. Бұл сөздер біздің бизнесмендердің құлағына майдай жақты. Себебі оларға қорап артық етпейтін. Энвер өз кезегінде осы қызметінің құны $100,000 тұратындығын айтты. Бұл ақша екеуіне аса қатты шығын бола қоймады. Керісінше пайдалы болды. Қорапқа салудың ішіне тасымалдау да кіретін болғандықтан, Энвердің қызметі арқылы ақша үнемдеп $3 миллион пайда көрді. Желтоқсанның 6-сында олардың алғашқы тауарлары Ауғанстанға бет алды. Ал осы уақытта Ефраим Дэвидке хабарласып, бұл істен Анриді шеттетіп, лақтырып кету жайлы ойын айтады. Алайда Дэвид қазір Албанияда қызметте жүргендіктен, өзінің қауіпсіздігіне алаңдап, Ефраимнан ештеңе өзгертпеуін айтты. Қауіптенгені жөнді екен. Сол күні түнде албан жігіттер келіп, Дэвидті Анриге апарады. Өз кезегінде олар мені лақтырғыларың келеме деп, Дэвидке айқайлап бір ударын беріп қорқытып кетеді. Албандардан таяқ жеген Дэвид Энвердің зауытына келсе, оның да айтары бар екен. Айтуынша Ефраим әлі де $100,000 аудармаған екен. Дэвид оған Майамиге барып айтамын дейді де Албаниядан кетеді. Америкаға келген Дэвидтің
қайтуға мүлде зауқы болмады. Одан да осы жерде қалып, отбасы мәселесін шешкен ол үшін тиімді болды. Иске келіп кешірім сұрап, осы уақытқа дейін жасырған құпияларын айтып береді. Исте оны кешіріп, Дэвид отбасын қалпына келтіреді. Кейін ол Эфрайммен кездесті. Оның кеңсесіне кірген беттен Дэвид алдына келісімшарт қағазын лақтырып, өзінің ақшасын талап етеді. Әңгімесін жалғап ақшамды алған соң, бұл бизнестен шығамын дейді. Эфрайм бұған қапалы. Оған қоса ақыры кетеді екенсің деп ақшасын да бергісі келмейді. Дегенмен Дэвидте оңай берілмейді. Бұл іске адвокатын араластырып, ақшамды өндіремін дейді. 3 айдан соң екі дос қайта кездесті. Дэвид өз сөздерінде, егер ақшамды қайтармасаң, өзімде бар компанияның барлық құжаттары арқылы түбіңе жетемін деп айтады. Ашуланған Эфрайм өзінің компания үшін жасағанын айтып, бұлқан-талқан болып кетіп қалады. Осыдан біршама уақыттан соң, журналист үйде отырған Дэвидке хабарласады. Пентагонға қытайлық оқ-дәрілердің заңсыз әкелгендігі жайлы сұрамақ екен. Үйінен шығып лифтке кіргенде, Эфрайм мен Дэвид кездесіп қалады. Эфрайм кешірім сұрап, достықтарын әңгіме етеді. Бұл сөздерге Дэвид сәл жымиып, бір ұрады. Екеуі лифттен түскен соң, бұларды Пентагонға қытайлық оқ-дәрі өткізгендері үшін тұтқынға алады. Осы уақыт бойы еріктен қару алып, оны капитанға сатып, талай елді мекенге қаруларды алып, Анермен келісіп келген жас жігіттер тұтқынға түсті. Ұсталуларына бірден бір себеп Эфраймның Энверге ақшасын төлемеуі. Ақшасы қолына тимеген соң, Энверді оларды сатып, полицияға ұстап берген екен. Ал жаңалықтарда барлығы жас жігіттердің қалай Пентагонды алдап соққандарына таңғалуда. Осыдан соң Эфрайм 6 жылға алаяқтық бабымен сотталады. Ал Дэвид кінәсін мойындап 6 айға үй қамақта болады. Біраз уақыттан соң Дэвид пен Анри кездеседі. Анри жігіттен жалған ақпаратқа сеніп, сені ұрғаным үшін кешір дейді. Кейін оған тапсырыстан түскен қаржысын береді. Осылайша фильм соңына жетті. Тағы да осындай видеолар қаласаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.